Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымызды май айында, яғни мамыр айында жігітіңізбен, өзіңіздің жұбыңызбен қандай оқиғалар болады жалпы май айында. Өзіңізді ойлаңыз, жігітіңізді ойлаңыз. Май айында қандай оқиғалар болады? Бірінші дәстүрге сай сізді және жігітті тауып алайық. Жігіт шықты. Енді сіз. Сіз шықтыңыз. Енді айта кететін болсақ, бірінші жігітті айтайын. Жігіт бұл жерде король пентаклей, яғни знак зодиакасы бойынша козерог болуы мүмкін, дева болуы мүмкін, овен болуы мүмкін, бірақ бұл маңызды емес, бұл общий расклад болғаннан кейін. Знак зодиакасы олай болмаса, егерде бұл жігіт жай ғана жәндегі тұрақталған материалист, яғни бірінші орынға материалдық жағдайды қоятын ер адам десем де болады, өзіне сенімді ер адам. Қазіргі сәтте бұл ер азаматтың жәндегі күші өзінде десем де болады. Яғни қазіргі сәтте күші тасып, духовна жағынан да өзінің алға қойған мақсаттары, жоспарлары барлығы дайын және соны іске асыруға дайын, немесе қазіргі сәтте іске асырып жатыр. Яғни активный іс-әрекеттер жасап жатыр деп айта аламын. Былайша келген кезде ол ер азамат күшті, яғни физикалық жағынан да күші көп, яғни моральный жағынан да өзіне сенімді ер адамды көрсетіп тұр бұл жерде. Және де бұл ер азамат өзінің жасаған пландарын орындауға дайын, яғни айтқан кезде. Жігітті айтып болдым. Енді сізді айтатын болсам, сіз королева көп кубы, яғни знак зодиакаңыз бойынша шаян, сыршаян, балықтар болуыңыз мүмкін. Егер де олай болмаса, сіз просто қазір эмоционалды күйдесіз, яғни бірден жылап қаласыз, бірден күле кетесіз деген сияқты. Өзіңіздің эмоцияңызды қазір сыртқа шығару барысындасыз десем де болады. Знак зодиакасы олай болу маңызды емес. Бұл общий расклад, бұл общий форматта расклад, қыздар, сол үшін маңызды емес. Сонда да айтып жатқаным. Енді сіздің жаныңызда басқа бір ер азамат тұр. Яғни сіздің жасырып отырған ер азаматыңыздан басқа ер азамат, король мечей. Яғни бұл ер адам жалғызбасты болуы мүмкін, ажырасқан болуы да мүмкін, немесе бойдақ ер азамат болуы да мүмкін мүлдем. Және де бұл сіз өткен қарым-қатынасыңыздағы ер азаматты қазіргі сәтте енді жібердіңіз, немесе қазіргі сәтте бұрынғы қарым-қатынасыңыздағы ер адамды жолықтырып қалдыңыз да, болмаса бұл жерде әлі де соны ұмыта алмай жүрсіз деген сияқты. Соның шырғалаңында, яғни немесе бұрынғы күйеуіңіз болуы да мүмкін, бұл қасыңызда шығып тұрған, яғни содан әлі ажырасу процесі әлі өтіп жатқан болуы да мүмкін. Әлі де өміріңізге, өткен өміріңіздегі ер азамат сіздің қазіргі өміріңізге влиять етіп тұр, яғни әзіргі өміріңізде мүлдем 100% жоқ болып кетті деп айта алмаймын бұл жерде. Енді екеулеріңіз араларыңыз көре кетейін, жасырып отырған жігітіңіз екеуіңіздің. Бұл жерде бір-бірлеріңізді сезетін адамсыздар, духовна жағынан сезесіздер, бір-бірлеріңізді үнемі күтесіздер, яғни көбінесе жігіт сізді көп ойлайтындығы көрсетіліп тұр. Бұл жерде екеулеріңіз қарым-қатынастарыңызды көретін болсам. Және де сізде басқа бір ер азаматпен қазіргі сәтте белгісіздік болып тұр. Яғни бұл мына жердегі король мечей болып шығуы мүмкін, бұрынғы күйеуіңіз, немесе бұрынғы қатынасыңыздағы ер азаматыңыз, немесе любовнигіңіз болуы да мүмкін. Яғни сол адаммен қазіргі сәтте байланысыңыз үзілмеген, әлі де араларыңызда сол адам бар екендігі көрсетіліп тұр. Жасырып отырған жігітіңіз екеуіңіз араларыңызда жақсы уақыт өткізу, яғни бір-бірлеріңізді қарым-қатынастарыңыз бітті, мен өзімдікі ғана болу керек, менікі ғана шешілуі керек деген сияқты ойларды екеулеріңіз бір-бірлеріңізге айтқан болсаңыздар да, бірақ шын мәнінде олай емес. Сіздер бір-бірлеріңізбен уақыт өткізген кезде бір-бірлеріңізге жақсы, бірақ сіздер оны білдіре бермейсіздер бір-бірлеріңізге. Эгоистсіздер десем де болады.
өзімшіл десем де болады, екеулеріңіз де бұл жерде. Екеулеріңіздің болашақтарыңыз қазіргі сәтте бір проблема болып тұрған сияқты, соңғы сәтті көретін болсақ. Өйткені бұл жерде екеулеріңіздің алдағы уақыттағы болашақтарыңыз, перспективаларыңыз, яғни дамуларыңыз қазір басқа тұрарлықтай, немесе бір-екі кедергілер бар, немесе жаңағы бұрынғы күйеуіңіз кедергі деген сияқты, немесе қандай да бір оның адамы махаббат үштігі болуы да мүмкін. Бұл жерде жігіттің де басы бос емес болуы мүмкін. Өйткені сигнификацияда король пентакли болып шығыпты. Екеулеріңіз араларыңызда бір стена бар сияқты. Енді май айында қандай оқиғалар болады? Жасырып отырған жігітіңіз екеуіңіздің араларыңызда, яғни король пентакли, королева кубков. Екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңызды көретін боламыз. Май айында. Бұл жерде екеулеріңіз бірге жақсы уақыт өткізе алмауларыңыз мүмкін. Көбінесе кедергілер болады, айтып отырмын ғой. Бір жаққа баруға, бір жаққа қыдыруға кедергілер, яғни бір жаққа барамыз деп, қыдырамыз деп келісіп қойдыңыздар, бірақ ол сәт орындалмай қалу ықтималдығы өте жоғары бұл жерде. Кездесулеріңіз де орындалмауы мүмкін бұл жерде. Өйткені көбінесе сот процесі болсын, какой-то бір документтер, қағаздар өзіңіздің жұмысыңызға байланысты бұл жерде кедергілер болып қалуы мүмкін, жігіт жақтан немесе сіз жақтан. Яғни жұмыс шығып қалуы мүмкін, яғни бос емес болып қалуларыңыз да мүмкін. Қыдырамыз деген күні, мысалы кездесеміз, бірге уақыт өткіземіз, жақсы уақыт өткіземіз деген күні, именно сол күні жәндегі обязательно орындау керек іс шығып қалуы ықтималдығы өте жоғары болып тұр бұл жерде. Өйткені ол істі жәндегі жасамаса, какой-то жұмысыңыздан айырылып қаласыз, немесе жәндегі болмайды. Ол істі жасау керек деген сияқты. Именно сол күнге тіреліп тұр деген сияқты. Бір мәселені шешу керек. Сондай бір мәселе туындап қалуы мүмкін. Жұмыс жағынан, официальный жағынан көрсетіп тұр бұл жерде. Немесе сот процесі деген сияқты. Сондай жәндегі міндетті орындайтын нәрселерді орындауға міндетті болып қалуларыңыз мүмкін бұл жерде. Ықтималдығы. Екеулеріңіз араларыңызда тағы қандай оқиғалар болады? Бұл жерде сіздер жәндегі отбасылық өмірді қазір бастаймыз деп ойлауларыңыз мүмкін май айында. Яғни, бірақ бұл жерде отбасылық өмір болмайды. Яғни, бір-бірлеріңізді ұнатасыздар, бір-бірлеріңіздің адамдарыңыз екендеріңізді сезесіздер, бірақ та бір-бірлеріңізге қырсықтық дейміз ба, сондай бір-бірлеріңізге жәндегі реніш, көңіл толмау деген сияқты әрекеттер орын алуы мүмкін бұл жерде. Одан кейін белгісіздік болып қалуы мүмкін. Шынымен ақта ара қатынасымыз қандай болады өзі, шынымен ақта деген сияқты уайымдар, бұл жерде жүрек жаралану шығып тұр. Тағы май айында қандай оқиғалар болады екен? Жігіт бұл жерде сізге бір ұсыныс жасауы мүмкін. Ол қандай ұсыныс? Көрейік. Яғни, отношенияны выяснять ету, яғни біздің қарым-қатынасымыз жігіт жақтан сізге ұсыныс, яғни біздің отношениямыз қандай отношения, мен саған кіммін деген сияқты ер азамат сондай сөздер айтуы мүмкін, сізге ықтималдығы өте жоғары. Бұл жерде талқылауларыңыз мүмкін, қарым-қатынастарыңызды талқылау болып тұр бұл жерде. Бірінші жігіт бастауы мүмкін, яғни мен сен үшін кіммін, болашағымыз қандай болады, қарым-қатынасымызды доғарғанымыз дұрыс па, әлде жаңадан бастағанымыз дұрыс па деген сияқты аздаған екеулеріңіздің араларыңызда келіспеушіліктер болуы мүмкін. Тағы қандай оқиғалар болады екен? Бірақ сіздер қанша жерден жәндегі бір-бірлеріңізге реніш, бір-бірлеріңізге қырсығу, бір-бірлеріңіздің жәндегі көңілдеріңізден шықпайтын сәттер бар болғанымен, бір-бірлеріңіздің көңіліңізден шығатын сәттерде болайын деп тұр бұл жерде. Яғни, бір жаққа екеулеріңіз қыдырып баруларыңыз да мүмкін. Жаңа баста көрсетті ғой, яғни бара алмай қалу ықтималдығы өте жоғары деп. Бәрібір де сол планды орындай алатындықтарыңыз көрініп тұр. Яғни, именно сол күні болмаса да, басқа күні, яғни май айының басқа күнінде бірге путешествиеге шығу, қыдыру, кездесу, яғни романтикалық кеш ұйымдастыру, сезімін білдіру деген сияқты бір-бірлеріңізге
солай көрсетіліп тұр бұл жерде. Иә, жігіт бұл жерде активно болып тұр, активно болайын деп тұр май айында. Сізге өзінің сезімін білдіріп, сізге өзінің жәндегі бұл ер азамат сізге постоянно тартып тұрады. Яғни бір жағынан аздаған қорқынышы да бар. Ол қорқынышы ол жәндегі бұл қарым-қатынасымыз дұрыс па дұрыс емес па деген сияқты ойларда көп келеді бұл ер азаматқа көбінесе. Бірақ сонда да бұл ер азамат қызуғанды, өзінің айтқанын істей білетін. Сол себепті бұл жерде ер азамат алдағы уақытта романтикалық кездесулер ұйымдастырып, сізге сезімін білдіретіндігі көрсетіліп тұр май айында. Енді оракулдан көре кетейік, басқа картадан. Бұл жерде май айында, яғни қандай келеңсіз оқиғалар болады. Яғни келеңсіз болған кезде де көңіліңізден шықпайтын кейбір сәттер болмай қалады ғой да. Май айының бәрі 100% керемет өтеді деп айта алмаймыз да. Сол себепті барлық адамның өмірінде ақ пен қара бірдей жүреді. Сол себепті оракул затмениеден, яғни как раз темный сторона жақтарды көрсететін оракул көретін боламыз. Қандай көңілден шықпайтын оқиғалар болады осы май айында? Бұл жерде айтып отырмын ғой, бағанада таро картасына көрсетіп отырғандағы оракулда да көрсетіп отыр. Яғни жолыңыздың жабылуы, яғни бұл дегеніміз түсінбеу, қарым-қатынасты выяснить ете алмау, яғни осы май айында сондай оқиғалар болайын деп тұр. Және де сіз жәндегі барғыңыз келген, істегіңіз келген жерлерге, істегіңіз келген нәрселерді істей алмауыңыз мүмкін бұл жерде. Немесе бір жерге бару керек болатын болып тұрсаңыздар, өйткені закрытая дорога и метла, бұл баратын жеріңізге бара алмай қалуы деген сияқты. Действительно, жолдың жабылып қалуы, яғни шыға алмау деген сияқты нәрселерді көрсетіп тұр бұл жерде. Тародан көрсеткенде тағы. Бұл жерде сізде жәндегі ол жолға шықпауыңыздың себебі де белгілі, өйткені өзіңіз сезесіз, предчувствие бұл жерде. Өйткені сіз ол жаққа жолға шығатын болсаңыз, бекерге көп қаржыңызды кетіру, бекерге жәндегі шығынға бату деген сияқты сәттер болу ықтималдығы өте жоғары. Яғни бір крупный сомада ақшаңызды жаратып қоюыңыз мүмкін, және де сіз соны бәрібір де жәндегі барғанымен сізге ол қыдыру сізге удовольствие сыйлағанымен бәрібір де бір жағынан сіздің энергетикаңызды алып қоятындай жәндегі қаржылық жағыңыздан аздаған тоқыраулар болатын, сіз яғни сезетіндіктен ол жолға шықпай қалуыңыз да мүмкін, ықтималдығы өте жоғары. Және тағы қандай? Бұл жерде көрсетіп тұрған бойынша сіз жәндегі көңіліңізден шықпайтын сәттері май айында. Бұл өзіңіздің аяқтағыңыз келген нәрсені аяқтай алмауыңыз мүмкін осы айда. Немесе бұл айда кредитімді жауып тастаймын деген сияқты ой болатын болса, онда жаба алмауыңыз мүмкін, әлі де шырғалаңда жүруіңіз мүмкін бұл жерде. Барлығы өзіңіздің сама настройыңызға байланысты, өзіңіздің жәндегі настройыңызға байланысты, ойыңызбен не ойлайсыз сол, яғни марионетка бұл жерде, яғни сіз өзіңіз қушақ қылып отырасыз деген сияқтыны көрсетіп тұр. Яғни бұл жерде паутинадан шығу керек сізге. Бұл айда жәндегі сізге ұнамайтын сәттер айтатын болсам, яғни қысқаша сіз осы айда бітіремін деген нәрсені бітіре алмай қалуларыңыз мүмкін. Немесе белгілі бір адаммен қарым-қатынасымды үземін, болды, все деген сияқты сондай ойды ойлап отырған болсаңыз, май айында ол қарым-қатынастан үзе алмауыңыз мүмкін. Яғни қарызыңыз болса, одан құтыла алмауыңыз мүмкін деген сияқты. Солай, яғни сіздің барлығы өзіңіздің сама настройыңызға да байланысты бір жағынан. Өзіңіз не ойлайсыз, сол болады. Сол себепті жәндегі көңіліңізден шықпайтын сәттерді алдын ала көріп отырық қой да май айында. Сол себепті сіздің сама настройыңызды өзіңіз дұрыстауыңыз керек, өзіңіздің ойыңызды өзіңіз дұрыстауыңыз керек. Менде бәрі болады, мен құтыламын деген нәрседен құтыламын, мысалға қарызымнан құтыламын дедім, құтыламын деген сияқты сондай әрекеттер жасайтын болсаңыз, барлығы сама настройға өзіңізге байланысты болып тұр бұл жерде. Енді совет көретін болсақ картадан, таро картасынан совет көрейік. Май айына. Май айында қыздар совет сіздерге
Бұл жерде совет ретінде смерть, шут и четверка пентаклей бұл жерде көрсетіп тұрғаны совет ретінде сіздерге өздеріңіз яғни қыса берудің қажеті жоқ дегенді көрсетіп тұр. Сіз не қалайсыз, соны жасаңыз деген нәрсені де көрсетіп тұр бұл жерде. Совет ретінде, яғни өзіңіз не жасаңыз келеді, соны жасаңыз. Көңіліңізде не тұр, соны жасауға тырысыңыз. Яғни өзіңіздің қалауыңызды жасаңыз. Басқаларға всегда удобно бола берудің қажеті жоқ деген сияқты. Басқаларға ұнамаса ұнамасын, сіз өзіңізді, яғни удовольствиеңіз үшін, өзіңіздің рахатыңыз үшін, жаңағыдегі жаратқыңыз келген нәрсені жаратып, алғыңыз келген нәрсені алып деген сияқты, салонға барғыңыз келіп жүрген болса салонға барып, өз-өзіңізді шектемеңіз дегенді көрсетіп тұр бұл жерде. Енді предупреждение ретінде көрейік. Предупреждение ретінде бұл жерде жаман нәрсе көрсетіп тұр деп айта алмаймын. Барлығы өзіңіздің қолыңызда, отбасылық өміріңіз қазір сізде барына шүкір деңіз дегенді көрсетіп тұр. Яғни сізде балаларыңыз бар болса, соларға жақсылап қараңыз, отбасылық өміріңізге жақсылап қараңыз. Бұл жерде сыртқа жеңіл ойларға кете бермеңіз. Өйткені өзіңіздің адамның негізі бар байлығы отбасы, оны бәріңіз білесіздер. Сол себепті отбасыларыңызға көңіл бөліңіз дегенді предупреждение ретінде көрсетіп тұр. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.